Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Райымбек ауданы Сараз техникалық колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Сартбаева Айнұр Нұрәділқызы. Бүгінгі өтетін пәніміз қоғам тану. Сабақтың тақырыбы құқық қорғау органдары. Сабақтың мақсаты студенттерге құқық қорғау органдары туралы толықтай түсінік беру. Бағалау критерийлері құқық қорғау органдарының ұйымдастыру және қызмет негіздерін меңгереді. Құқық қорғау органдарының түсінігін біледі. Өзіндік тапсырмаларды орындай алады. Құқық қорғау органдары. Қоғам дегеніміз адамдар мен олардың ұйымдар арасындағы қарым-қатынастардың күрделі жүйесі. Мемлекет арнаулы органдар арқылы қоғамдық басқарады, бұқара үшін маңызды мәселелерді шешеді және қоғамдағы тәртіпті қамтамасыз етеді. Мемлекеттік түрлі органдары бар. Олар өздерінің тікелей биліктік міндеттерін атқаруда өзара тығыз байланыста және бір-біріне бағынышта болады. Мемлекеттік органдар арасында құқық қорғау органдары айрықша орын алады. Олар қоғамдағы құқықтық тәртіп пен заңдылықтарды қамтамасыз етеді. Құқық қорғау органдарына сот, прокуратура, ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары, әділет органдары, қаржы полициясы, кеден органдары жатады. Құқық қорғау органдары жүйесі заңдылық қағидатына сүйеніп әрекет етеді. Заңдылық бұл қоғамдық қатынастарға қатысушылардың құқық нормаларының қатаң бұлжытпай орындау және сақтау қағидаты, әдісі мен тәртібі. Заңдылықтың мәні құқық қорғаушы органдарының құқықтық нормаларды адал жауапкершілікпен сақталуына, орындалуына пайдаланады және қолдана білуінде. Құқық қорғау қызметі кез келген тәсілмен ғана емес, ықпал етудің заңды шараларын қолданудың көмегімен жүзеге асады. Олардың қатарына заңмен белгіленген мемлекеттік мәжбүрлеу және жазалау шараларын жатқызуға болады. Мемлекеттік мәжбүрлеудің 4 түрі: қылмыстық құқық, азаматтық құқық, әкімшілік құқық, тәртіптік құқық. Құқық қорғау органдары заңды бұзуға жол бермейді, құқықты қалпына келтіреді, құқық бұзушылықтың жағымсыз зардаптарын жояды. Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Сот әділдікті жүзеге асырушы орган. Сот әділдігі қылмыстық және азаматтық істерді қатаң түрде заңға сәйкес қарау және шешу жөніндегі құқық қорғау қызметтерінің бір түрі. Сот әділеттілігінің белгілері. Сот әділеттілігін тек қана сот жүзеге асырады. Сот әділеттілігі қатаң түрде заңға сәйкес қылмыстық және азаматтық істерді қарайды және шешеді. Сот билігін жүргізуші судья. Судья сот әділдігін жүзеге асыруды, айыпталушының кінәсіздігін дәлелдеу қағидасына сүйене отырып атқаруы тиіс. Кінәсіздігін дәлелдеу азаматты жазықсыз жазаға тартудан қорғайды. Қазақстан Республикасының сот жүйесі жалпыға бірдей демократиялық принциптер негізінде ұйымдастырылып жұмыс істейді. Өзара байланыстығы соттардың жиынтығы, оны Қазақстан Республикасының жоғарғы соты басқарады. Сот жүйесі конституциялық сот пен жоғарғы төрелік соттан басқа Қазақстан Республикасының конституциясында аталған барлық соттар кіреді. Қазақстан Республикасының прокуратурасы. Республика аумағында заңдардың, президент жарлықтарының және өзге де нормативтік құқықтық актілердің бірізділікпен қолданылуына жедел іздестіру қызметінің анықтау мен тергеудің, әкімшілік және атқарушылық іс жүргізудің заңдылығына жоғарғы қадағалауды жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары. Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық және басқа да құқық бұзудың алдын алу, қылмыстық істер бойынша анықтауды және алдын алу, тергеу жүргізуді жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары. Ұлттық қауіпсіздік органдары Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін құрамдас бөлігі болып табылатын арнаулы мемлекеттік орган. Атқаратын қызметтері: жеке адамның қоғам мен мемлекеттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты жаушы және іске асырушы орган. Қазақстан Республикасының мүдделеріне сәйкес барлау, ақпараттарын іздеу, табады.
Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзуға, қауіпсіздігін әлсіретуге бағытталған терроризм сияқты қауіпті қылмыстар мен өзге де әрекеттерден сақтандырып, олардың жолдарын кеседі. Мемлекеттік органдардың еліміздегі ұйымдар мен әскери құрылымдарды ақпараттық және кодталған байланыстармен қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының әділет органдары. Әділет саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ететін атқарушы биліктің орталық органы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі болып табылады. Міндеттері: саяси, экономикалық, әлеуметтік өмірдің құқық негіздерін бекітуге ықпал ету, заң жобалау жұмыстарын ғылыми және тәжірибелеу жағынан қамтамасыз ету, заң жобаларын құқықтық және қылмыстық тұрғысынан сараптауды қамтамасыз ету, қабылданатын заңдарды тиімділігін болжау. Қазақстан Республикасының қаржы полициясы. Криминогенді жедел жағдайларды талдау және болжау, қаржылық және өзге де экономикалық қылмыстар жасауға себеп болатын жағдайларды зерттеу, сыбайлас жемқорлық фактілерін анықтау және қарсы тұру. Қазақстан Республикасының кедендік органдары. Кедендік іс саласындағы контрабандамен және қылмыстармен, кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты кеден ережелерін және салық заңын бұзушылықпен күрес. Ескілік, психотроптық заттардың қару-жарақты Қазақстан Республикасының халықаралық және шетелдердің байлығы болып саналатын құнды материалдарды басқа да заңсыз айналымда тосқауыл қою. Ал енді, құрметті студенттер, сіздерге Қазақстан Республикасының билік органдары жайлы азғандай мәлімет беріп өттім. Сіздерге түсінікті болса, сұрақтар мен тапсырмалар берсем. Бірінші сұрақ: заңдылыққа, құқық тәртібіне және құқық қорғау қызметіне түсінік беріңдер. Заңдылықтың әр адам үшін маңызы неде? Екінші: құқық қорғау органдарының түрлерін атаңыздар. Мен жоғарғы жақта сіздерге құқық қорғау органдарын атап кеттім. Үшінші: құқық қорғау органдарының жүйесінде прокуратураның рөлі қандай? Прокуратураның қызметтерін атаңыздар. Міне, балалар, сіздерге берілетін тапсырма осы. Түсінікті болса, келесі кездескенше.